Құрметті достар, егер сіздерде мына иығыңыз ауырса, ұзақтан бері, бірақ иық түнде мазаласа, не мына қолды көтерген кезде мазаласа, айналдырған кезде мазаласа, не бір жұмыс істеген кезде мазалап ауыртса, мына видео сізге. Мына иық неден ауырады? Себебі мына иық буынды үстінен дельта бұлшық еті былай жауып тұрады. Дельта бұлшық етінің алды жағы мына бұғанаға тіркеледі, арт жағы мына арт жағына жауырынға тіркеледі, содан кейін мына бас жағы мына иық сүйекке тіркеледі. Осы дельта бұлшық етінде әр жерде түйіндер пайда болады. Орысша айтқанда триггерные точки. Алдында ауру болуы мүмкін, артына қырында, арт жағында осы триггерлер болуы мүмкін. Ол триггерлік нүкте қайдан пайда болады? Мына қолмен ұзақ уақыттан бері салмақ салып жұмыс істегеннен, мына жаңағы салмақ ұзақ уақыттан болғаннан, напряжение болғаннан осы жерде мына түйін пайда болады. Мына дельта бұлшық етінде. Сол дельта бұлшық еті осы иық ауырғанның себебі. Енді қараңыздар, мына больницаға жай адам барады, поликлиникаға барады, ЛФК-ға барса, врачтар назначать етеді. ЛФК-ға білесіздер ғой? Әртүрлі парафин, жаңағы инъекция жасайды, уколдар жасайды, әртүрлі мазьдар жасайды, компресс жасайды, соның пайдасы өте аз. 95% адамдар сол қалай ауырды, сол аурумен жаңағы жүре береді. Ал мен қазір сіздерге осы видеода көрсетем, қалай тез уақытта иықты емдеуге болады. Ол үшін не керек? Ол үшін жаңағы сізден 2 рет уақытында бір 10 минуттан уақыт бөлсеңіз, жаттығуларға сол жаттығу жасасаңыз, мынау жаңағы ұзақ ауырған жаңағы иығыңыз бір ай жасасаңыз, бір айдың мөлшерінде жаңағы иығыңыз қоя бастайды. Ол екіншіде не керек? Екіншіде мынандай теннисный доп керек. Осы доппен сіздерге жаттығу көрсетемін. Триггерлік нүктені ал жағына бірінші қараймыз. Мына дельта бұлшық етінің мына жері ауырса, ал жағынан ауырса, оған қалай? Мына теннисный допты алдыға қоямыз, алдыға қоямыз. И 5-10 сантиметр алдыға бүйтіп былай былай қимылдар жаңағы бұлшық етті босатамыз, еземіз. Мына демен. Көріп ғой. Или мынаны аламыз да, былай қоямыз да, былай. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Үстіп 2-3 минут, 4 минут бұлшықты нетеді. Соң кейін қырындағы бұлшық еттерді, мына жерді қараймыз да, мына жерім ауырып тұр қазір менде. Осыған теннисный допты қоямыз дағы. Алдыға, артқа. Ауырған жері болса, кішкене басамыз да, ауырған жерді үстіп нетеміз, мұжимыз. Көрмейсіздер ме? Былай босатамыз. Үстіге, астыға, үстіге, астыға міне. Үстіп 3-4 минут, 2-3 минут кішкене жасадық па? Енді босаға соң кейін арт жақтағы тағы дельта бұлшық еттен тағы мына жерде бастаймыз да, мына ауырса, арт жақ қойымыз да, мына қолды мына иыққа қоямыз, и мынаны қараңыз, өстіп арт жақтағы бұлшық етті үстіп жаңағы доппен босатамыз, былай мұжимыз жаңағы түйінді, ауырады, сол ауырғанда ақырын күнде босатамыз, жоғары қарай. Мына қолда жаңағы былай жоғары шынтақты көтермесе де болады, төмен түсірсе де болады, былай көтеріп, үстіп жаңағы осы триггерларды бұзып, жаңағы күнде жүстіп жатуға. Көп уақыт емес, әр 2 минут минимум, 2-3-4 минуттан әрқайсысы жасаса, бір 10-12 минут сізге бір жаттығуда бір уақытында келеді. Үстіп күніне бір 2 рет, 3 рет жасасаңыз, сізге өте көп пайда болады. Егер оқуыңыз келсе, мына жаңағы осы денедегі қол ауырып, омыртқа, тізе ауырса, бізге оқуға келіп массаждың курсына жазылсаңыз болады.